Баладан ауылдағы үйге демалысқа барайын дегенім өмірімдегі ең үлкен қателік болды. Атым Арман, жасым 24-те. Жазда біраз тынығу үшін нағашыларым тұратын ауылға барып келейін деп шештім. Ауыл кішкентай, шетте орналасқан, интернет ұстамайды, бірақ табиғаты керемет. Анам ауылға барып біраз сергіп қайт, қаладағы ушудан демал деді. Мен де, нағаш апам мені жақсы көреді, демалып қайтам деп ойладым. Бірақ бұл ауыл бұрынғыдай емес еді. Ауылға кіргенде бәрі тып-тыныш болды. Ит үрмейді, адам жүрмейді. Тек терезеден қараған көздер мені қатты шошытты. Нағаш апам үйде жоқ болып шықты. Көршілер, ол орман жаққа кеткен, кешке қайтады деді. Мен апамның үйіне орналастым. Үй ішін шаң басып кеткен. Сырттағы аула бос, тауық, тіпті сиыр ештеңе көрінбейді. Құдды бір ел жоқ ауылдай. Бірақ түн болғанда ең қорқыныштысы басталды. Сол түні ұйықтап жатсам, терезе жақтан әлде бір сықырлаған дыбыс естілді. Қарасам ештеңе жоқ. Бірақ қайта жатып едім, біреу еденде жүріп жатқандай тақыр естілді. Мысық шығар деп ойладым. Бірақ бұл мысық емес еді. Аяқ дыбысы тым ауыр, тым баяу, жерді басқанда сытыр естілетіндей. Шам жағып есік ашып шықтым. Үй іші қараңғы, тым-тырыс. Бірақ бір бұрыштағы айнаның алдында қозғалыс бардай. Жақындап едім, айнада мен емес, басқа біреу тұр. Түсініксіз. Бәлкім көлеңке, бірақ көзі бар болатын. Тура маған аппанық қарап тұр. Қып-қызыл, қан-қызыл көз. Қорқып артыма бұрылып қарадым. Ешкім жоқ. Айнаға қайта қарадым. Көлеңке де жоқ. Теріс қарап дереу бөлмеме жүгіріп кіріп шамды сөндірмей ұйықтауға тырыстым. Ертеңінде ауылда кісі көрінбейді. Көшеге шықтым. Үйлердің көбі бос. Кейбір үйлердің терезесінде перде шетіне бір көз қарап тұрады. Бірақ ешкім есік аспайды. Сол кезде бір шал келді. Шашы ағарған, көзі бос. Көзіне тура қарауға дәтім жетпеді. Қаладан келген баласың ба? Нағашым қайда? Кешке ауылдан кететін бол. Мұнда адам қалмады. Ал қалғаны адам емес. Мен шошып кеттім. Телефон ұстамайды. Жол алыс. Машина да жоқ. Апам да жоқ. Кешке дейін күттім. Түн болды. Содан бір кезде есік өзінен өзі ашылды. Суық лез. Есік жаққа қарасам, бір әйел кіріп келеді. Апама ұқсайды. Бірақ жүзі тым бозарған. Көздері қара, түбі жоқ тұңғиықтай. Сөйлейді, бірақ даусы жоқ. Аузын жыбырлатып тұрады, бірақ дыбыс естілмейді. Арман, кел, дейді ішкі дауыс. Мен орнынан тұрып артынан еріп кеттім. Қараңғы түн, ауыл іші түгел тұман. Әйел орманға қарай жүрді. Орман ішінде тып-тырыс, тек аяқ астында сынған бұтақтардың дауысы естіледі. Бір кезде ол кенет тоқтап, артында бұрылды. Сен де қаласың. Сол сәтте оның беті өзгеріп сала берді. Көзден ақ қандар аға бастады. Аузы шарылып кетті. Терісі сылына бастады. Менің оған қарауға жүрегім шыдамады. Мен артқа қарай жүгірдім. Аяғым шалынып құлап орман ішінде есімнен танып қалдым. Көзімді ашсам, таң атқан. Бірақ ауыл мүлдем басқа. Үйлердің бәрі қара күйде жарылған. Үйлер арасындағы жол шөп басып кеткен. Адам да жоқ, жұрт та жоқ. Құдды бірнеше жыл бұрын тастап кеткен ауыл сияқты. Бұл қай кез деп өзіме сұрақ қойдым. Бір үйге кірдім. Іші күл-қоқыс. Қабырғада мынандай жазу бар. Кет, ауыл сенен бұрын өліп қойған. Менің демім тығылды. Қан қысымым көтеріліп кеткендей болды. Сол сәтте артымнан бір дыбыс шықты. Арман. Бұрылсам апам. Бірақ тірі емес. Көзі шүңірейген, терісі сұр. Мен сені күтіп едім. Сен енді кете алмайсың. Мен терезеден секіріп далаға жүгіріп шықтым. Ауылдан шыға берсе жол тұманға толы. Бірақ жүгіре бердім, артыма қарамадым. Сол түні мен жол бойындағы бір шалдың үйінен бірақ шықтым. Ол мені көріп шошып кеткен екен. Суға тойдырып бір күн үйінде ұстады. Менің айтқандарыма ешкім сенбеді. Бірақ сол ауылға ешкім бармайды екен. Тас қарама. Ол ауылға ешкім кірмейді. 10 жыл бұрын қателеспесем, бүкіл ауыл өрттен өлген болатын. Тек үйлер қалды, адамдары жоқ деді. Мен өмірімде ондай қорқыныш сезімді ешқашан ұмытпаймын.
содан бері мен енді ауыл жаққа бармайтын болам. Ауылға барма, бәрі бұрынғыдай емес. Кей ауылдар тірі адамдарға арналған.